Апа, өтінен біраз сабыр етші. Сенің айтқаныңнан ештеңе түсінсен бұйырмасын. Неге өкініп тұрсың? Қандай қателікті айтасың? Қалай түсіндірерімді білмеймін, Фериде. Алайда бұдан былай бұл жүкті арқалап жүре алмайым. Апа, қандай күнә жайлы айтып тұрсың? Сен осылай дегеніңе қатты қорқып тұрмын. Өтінем сенен жыламай бәрін дұрыстап айт. Түсіндірем, қызым. Бәрін бастан бастап айтып берем, бірақ телефонмен емес. Жылдам үйге кел. Бүгін түнде көкейіңде жүрген сұрақтың бәріне жауап аласың. Апа, өтінем айтшы, не жайлы айтпақсың? Есімнен танып қалатын шығарым. Сені күтем, Фериде, үйге кел. Жарайды. Жақсы, шығып барам. Келіп қойдың ба? Келгеніңді естімей қалдым. Мені әшкерелейін деп қалай кіріп келгенімді естімей қалдың ғой. Жетер енді, Мехмет Сайын мырза, мені тоқтата алмайсың. Баяғыда осылай істеуім керек еді. Кіммен сөйлесіп тұрдың? Феридемен бе? Иә. Қызыма не жайлы айттың? Сөйлесейік дедім. Жауап алғысы келген сұрағының бәріне жауап берем. Жақсы көретін, шексіз сенім артатын әкесінің шын мәнісінде қандай адам екенін білуге Фериденің хақы бар. Ештеңе де айтпайсың, үніңді өшіресің. Ешқашан. Әкесінің қанышер қылмыскер екенін білсін. Бүгінгі әрекетіңнен кейін сенің лас істеріңді жасырмайтын болам. Феридеге бәрін айтып берем. Бәлкім, сол сені тоқтататын шығар. Өлтіремін сені, қатын. Ақыры қылмыскер екенімді біледі екенсің. Ендеше жаныңды алуға дайын екенімді де біліп қой. Сенен қорықпайым. Қорқуың керек. Себебі айтқанымды істеймін. Егер өлгің келмесе, Фериде келген кезде бірдеңе ойластыр. Қарапайым бірдеңе. Жағдайды қалай ушықтырып жіберсең, дәл солай бәрін қалпына келтіресің. Жоқ, ешқашан. Ашуыма тиме, қатын. Бітті. Ұқтың ба? Енді бәрі бітті. Жолдың соңына келдің. Бұдан былай ешкімге қиындық тудырып ауыртпалық салмайсың. Жоғарға шығып не болып жатқанын көрейік пе? Болмайды, Мехмет Сайын мырза, екеумізге де ашулана. Фериде, шынай бетпейнеңді көрсін. Бірдеңе болып қалса ше, Фериде ханымда жоқ. Аллам өзің шар бола көр. Өшірініңді, өшір! Маған бәрі бір. Не істесең де өзің біл. Осы күнге дейін үндемей үлкен қателік істедім. Сенің кесіріңнен ұлымнан айырылдым. Сол кезде айтуым керек еді. Қызымды да сенің арам пиғылыңнан құтқарып қалу үшін бәрін айтып беруім керек еді. Менің төзімімді тауыспа, қатын! Ашулан. Не істесең соны істе. Менің үнімді өшіру үшін өлтіруің керек. Ұқтың ба? Өлтіруің керек. Фильмді қазақ тіліне аударған КТК телеарнасы 2015 жыл.